мына 35 жыл ішінде жоғарғы лауазымда отырып, Қазақстанды тонап, шетел асып кеткен сатқындарды Қазақстанға қайтарып, ату жазасына кесу керек. Қытайдың заңын енгізу керек. Бастарын шауып тастау керек. Сол кезде ғана бізде жемқорлық тоқталады. Басқаша біз тоқтата алмаймыз. Себебі олар мынау 7 ұрпақтарына дейін жететін байлықты тонап, қазір шетелде рахаттанып тұрып өмір сүріп жатыр. Ал біз қазіргі таңда бюджетте көк тиын копейка жоқ. Қазақстанның ішкі де сыртқы қарызы 4,6 триллионға дейін жеткен. Мынау үкімет екінші деңгейлі банктерге 45 жылға дейін қарыз беріп тастаған. Ал екінші деңгейдегі банктер не істейді? Олар халыққа жоғарғы пайызда кредит береді. Ал біз сол кредитті аламыз, себебі біздің алып отырған айлығымыз шайлығымызға да жетпейді. Сондықтан да халықты қораға кіргізіп отыр банктер. Ал мынау біздің ата бабаларымыз осы отан үшін, ел үшін, жер үшін соғысып бізге аманат қылып тастап кеткен жерді біз не істедік? Біз әр қазаққа тиесілі 10 сотық жердің өзін әлі күнге дейін ала алмай отырмыз. Ал өзге ұлт өкілдері біздің елімізде жерге иеленіп алып, завод, фабрика соғып жатыр. Ал біз Қазақстанда тазиктен басқа ештеңе өндірмейміз. Жау сырттан келмейді, жаудың бәрі іште, өзімізде. Мынау әр салада отырған жемқорлар жеуді тоқтатпайды. Денсаулық саласы болсын, мынау білім саласы болсын. Қазіргі таңда мынау денсаулық саласында 700 миллиард теңгеге дейін қарызға батқан. Олар дәрігерлерге айлық төлей алмай отыр. Ал біз өзіміздің қалтамыздан төлеп отқан ОСМС-тің өзін олар жеп қойып отыр. Оған не дейсіздер? Сондықтан да мынау сатқындарды аямау керек. Әкеліп жазасын беру керек.